Әбіш Кекілбаевтың «Бәйгетірі» повесі «Бәйгетірі» өткеннің, қазақ халқының ұлттық дәстүрінің, рухани байлығының символы. Бәйгетірі талай жарыста қарақшыға алдына жан салмай келді. Бәйге алған сайын бұның селдірлеу, қарақошқыл жалын бір сипауға құмарлар көбейе берді. Адамдар неғұрлым сылап сипаған сайын бұның да көңілі өсе түсті. Бәйге төбеге жиылған жұрттың у-шуы да миына инедей қадалмайтын болды. Қайта жұрт шуылдан қыраған сайын тақымы қызады. Жар шоқтада ол жылқыдан гөрі адамға үйір. Маңына жылқы жолап кетсе, едіреңдеп аузын ала жүгіреді. Бәйгетірі бәріне үйренді. Бір-екі рет баржамен үлкен қалаға барып, бәйгеге шауып қайтты. Онда ауылдағыдай көл көсір тегістікте емес, жан жағын қоршаған кең аулаға қамап қойып шаптырады екен. Самсаған халық екі бүйірде ағашқа мініп тұрады. Бәйгетірі үстіндегі шабандоздың тақымының әр қимылын, тізгіндегі әр дірілді қалт жібермейді. Бәйге жолының да біраз құпиясын біліп болды. Кей айналмалы ұзақ шабыстарда бәсекелес аттардың шамасын әбден біліп алғанша күш сақтап шабуға да төселді. Бүгінде ол алдында кетіп бара жатқан аттан көп қорықпайды. Ылғи қарақшыға бұрын келе берген соң, жүйріктің жауы соңында болатынын да ұғып қалды. Ілгеріге бір шығып алса, артындағы дүбірді аңдып елеңдеп шабатын болды. Кейінгі кезде бір көктеңбіл ат қырына ілікті. Ақырғы айналымаға келгенде қайдан сап ете қалатынын білмейді, бір қапталынан шыға келеді. Бұл ондай кезде әбден ерегісіп тістеніп шабады. Әзір алдына түсірген жоқ. Бірақ теңбіл көк қайта-қайта құйрық тістесіп келе беретін болып жүр. Күні кеше ғана тек мұның маңына жиналатын көп шуылдақтың жартысы енді көк теңбілді қоршап алатынды шығарыпты. Бәйгетіріні ақыры құртқан сол көк теңбіл ат. Соңғы бәйгелердің бірінде көк теңбіл шу дегеннен бұдан бір адым ілгері де шықпай, кейін де қалмай, өкшелете отырды. Бәйге жолы Сират көпірден өткен сыңар аяқсын жол екен. Онда қатар келер, қосар жүрер басы артық соқпақ атымен жоқ боп шықты. Бәйгені қызықтап қыз-қызға құмартатын жұрттың тек топ жарғандарыға ғана жаны қалмай, былайғыны қанша асыл болсаң да көзге ілмейтінін де сол жолы бір жолата біліп кетті. Бұрын бұл көргенде тықыршып тұра алмайтын, ағын судай асып тасатын көңіл